Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде Contraband Polish 3-ші бөлім. Яғни достар, біздер шекарашының жұмысын жалғастыратын боламыз. Жаңа ғана маған тапсырмай келді. Магазинге бар дейді, сояқта алдындағы контрабандистер отыр екен. Не де болса бізге новый машина берді. Мынаны қараңдар. Новый көлік, прикиньте. Мен не гражданский киім киіп аламын ба қазір сонда? Уа, мен мынандай меші вообще аяқта айдамаппын. Өзіме қызық мынау. Так, тетір, так, қалай барамыз? Ол жаққа бару үшін бізге оңға кету керек. Аха, лесопилкамен кесіп барсам да болады екен ана жерде. Короче, тіке жүре беремін ғой, ешқайда бұрылмай. Мына жерден тек лесопилка, яғни кішкене жолды қысқартайық, әйтпесе қиындау болады бізге жүруге. Ана нормально жүріп қояды екен ана машина. Сырттан айдауға болады, мен оны білмеппін, сыртта айдауға болады. Мына қараңыздар достар. Конечно, қараңғы дала. А так мына менің қарсыластарым бар еді ғой. Так, до конца осылай барамыз. До конца осылай барамыз да, достар, жетіп аламыз. Тез жүретін машинамен жүрген жақсы екен, анаумен деген ұзақ бару. Алдында осы жерде маған шабуыл жасады. Опа. Дрифтуем. Так. Аха, достар. Лайк басып қойыңыздар. Следите за Гавриловым дейді. Так, мына жерден бізге технично следить ету керек сияқты. Мен $500 қазір минуста жүрмін. Подозрительно дейді мені. Машина ана жерге қойайын. Так, тайды ма анау? Я слишком далеко дейді. Бәрекелді. Қайда ол? Қаққа кетіп қалды ол? Қайда ол? Гаврилов убежал дейді. Я понял то, что убежал. Так, енді. В чем смысл? А мне? Бол, давай, Гаврилов, бол жүріш айналайын, ботам-ау. Сен артынан 1000 адам бол жүретін болдық қой. Так, менің түрім мынандай екен ғой, оказывается. Или мен просто ана персонаж болдым ба? Мен түрім мынандай емес еді ғой? Или осындай ма? Барсын. Давай, жүр, Гаврилов. Қазір мен саған көрсетем, алдындағы жасағаның үшін. Алдындағы жасағаның үшін, яғни алдында мені білесіздер ғой қалай атқан. Соны жай жүрет бұл еще. Нерваға тиіп еще жай жүрет. Конечно, мен қалай подозрить етілмейді, көк киіммен, машинаның ішінде. Так, ненде болса артынан ереміз, қалмаймыз. Қазір бір-екі шайпылын. Ша. Алдындағыдан кейін. Так, бәрекелді, Гаврилов. Тоқтайсың ба, тоқтамайсың ба, а? Маған түсіндірші қазір. Лично маған қазір түсініктеме керек сенем. А то, ё-моё, орға айтайын мен сендерге. Гаврилов бар ғой мына. Қаяққа апарады мына мен. Тағы да бар ғой. Тағы да қазір мен мылтықпен атайын деп тұрған сияқты, пистолеттермен қоршап бандиттермен. Сидите за Гавриловым дейді. Если что, Гаврилов қазір нормально общение болады екеумізде. Мен еще $500 минус косяқ кіріп кеткен, аңғара. Опа, келді. Бәс солай шығар. Тақалы бей, таудың артынан қалай көреді, соңадан қалыптым ғой мен. Аман бол. Руль өрмендер маған. Ойбай. Так, неге тоқтап қалды бұл? Тоқтап түсті, прикиньте. Так, артына ерек. Так, артына ерек желеп. Желеп ерек достар, так мынау бір жерге баратыр. Қайда батыр екен ала?
Қайда отыр бұл? Так. Өте опасненько, достар. Өте опасно. Командир? Игра... Вас заметил? Что? Это такое? Что за ни о чёмский зад? Қалай замечать етеді? Если мен наң артында тұрсам, түсінбеймін. Вот қалай сен замечать етесің, если мен мына жерде тұрсам, түсіндірші? Опа! Өлең айтып қалады. Ағам жаман емес. Тазбас ағам. Чептердің арасына тағыламыз. Қазір главный. Так, айналаға қарақ болады бұлда. Бұлда бәрін біліп тұр. Неде болса, главный біз посттан шықтық. Осының өзіне... болды, нормально. Ема көріп қойға чөт қалды о. Мына ойын бар ғой, базар жоқ екен. Ты слишком далеко, ты слишком близко. Он ушел, ол сені көріп тұр. О, бар ғой. Шошып кеттім ғой, қабан бірдеме жүрген шығарды. Енді қайда отыр бұл? Бейбіт. Бұл бейбіт қайда отыр, достар? Бетем да. Енді өйстіп жүре берем ба артынан? Бессмысленно. Тоқтайсың ба, Гаврилов, әкең? Тұрш. Бір жерге тұрш, пожалуйста. Артынан жүгіртпеш мені. Все, болды. Қайда ол енді? Қайда? Міне тұр екен ғой. Ай, болды. Мына шыбын дауысы бар ғой, маған жестко нервировать етіп отыр мені. Но неге тоқтап отыр каждый раз? Так, но миссия деген базар жоқ екен, достар, мен сендерге сразу айтайын. Просто артына ерудің өзі бір проблема. Бірде лақтырайын ба басына? Қазір нормально общение от, кірвал сен. И чё? Не істесін, кіресің бе ішіне? Бәрекелді, кірді. Так, енді қалай ойлайсыздар? Мен артына кіріп прикладпен ұрайын ба артына? Так, жайлап кіреміз. Біліп тұр ғой. Жақсы, сонда есік жауайық. Один в один, Гаврилов. Бірге бір сөйлесеміз. Сіз осы жерде барлық шындықты білетіңізді білем дейді. Акаров бүкіл адамдарды жоқ қылып отыр дейді. Демократия мен еркіндікке ұмтылып жатыр дейді. Оппозицияның лидері Михаил Гарин екен. Саған преступная силам тоқтатамыз. Вы можете при коммунистове присоединиться к нам и спасти несчастную страну. Так, в смысле? Я знаю, что вы здесь недолго и знаете всей правды. Бұл тиран Акаров избавляется от всех, кто стремится к свободе. И демократии лидер оппозиции Михаил Гарин едва выжил после того, как его пытались отправить. Созданный им кровавый кулак. Сделайте все, чтобы остановить эту преступную систему. Вы можете продолжать выполнять приказы коммунистов или присоединиться к нам и спасти эту несчастную страну, дейді ғой достар. Так, мен бұлның сөзіне сеніп қалсам қазір дұрыс емес жасауым мүмкін. Бұл жерде енді мынандай
бізде енді заң бар ғой, то что біз қабылдадық антты, то что бұл уже өзінікін бүлдірерін былықты шығарарын шығарды, енді тек қана өкінішке орай бізде ты совершаешь большую ошибку дейді. Кім, мен ба? Думаешь, мен қорқады деп ойлайсың ба сенен? Мә, саған бәрі быт шығарып оны. Ай, бәрекелді. Айыртты ғой оны. Так, енді ұйықтап демалып алайық, енді ұйықтап болады шығар, а то манағыдан кейін что-то кішкене, ана оказывается көп ұйықтамасаң, кешке дейін қалып қойсаң, ана шаршаған кезде тексере алмайсың дұрыс. Өзің былай көзбен меркісімен тексеру керек та. Қайырлы таң дейді ғой. Керемет күн басталып жатыр дейді. Так, көрекші, не бар іште? Үшеуі тұр ма? Пока мен, кстати, соттаған 2 адам осы жерде. Так, бүгінгі күн қызығырақ болады сияқты, потому что жаңа көліктер жатыр. Так, біз әлі бір зат ұстаған жоқпыз. Так, новый не дейді? Газета шығыпты, газета оқып жүрейік. Акаристан, так, но не, письмо. Спасибо, что вы сделали для меня исключение. Мне удалось заработать больше, чем я рассчитывал. Начальник Тидо. Теперь я смогу выплатить долг и вытащить семью из этой проклятой дыры. Я обязан вам жизнью. Я надеюсь, что эта небольшая сумма вознаградит вас за риск, на который вы пошли. Дейді ғой, рахмет үлкен. Оу. Түф, $200 өртті ғой, рахмет үлкен. Ей, сау бол. Сау болғыр құрсын. Қошың білет. Привет, дейді. Алейкум салам. Так. Левон Орманов. Так, көп сөйлемеймін. Көп сөйлеуге болмайды, аз сөйле. Так, әркім әртүрлі затты қолдайды екен. В принципе, барлығы дұрыс, түрі дұрыс. Басқа не бар енді? Қазір не, бізде жестко не болып отыр ма не? Здравствуй. Ничего. Сататын ештеңе жоқ. Так, қазір бізде не болып отыр енді? Министерство транспорта меняет правила ввоз товаров между гражданами королевства РК и преступными группировками. Правительство вело товары из этой страны. Запрещено выезд водителям из багаж королевства РК. ГФУ. Жоқ, мұнан ешқандай несі жоқ. В принципе, бұл жалғыз өзі кірейін деп отыр ғой, ешқандай отчет, груз жоқ. Правила въезда дейді. Туризм. Барлығы дұрыс, в принципе. Хотя ештеңе жоқ маяқта. Имя, фамилия. Так, енді кіре берсең болады. Там вариант жоқ ешқандай. В принципе, барлығы дұрыс бұда. Туризммен кетті адам, тем более. Так, келесі адамды қарай берейік. Ай, достар, мана подозреваемый осау. Осау, подозреваемый ГФУ. Міне шықты. Дәл өзі ғой. Даже без слов қазір арестовать етуме деп оды ғой. Дәл өзі. Так, вот документ дейді. Так, паспорттар дұрыс болуы мүмкін бұның. Бірақ осы. Так, шыға ғой машинаңнан. Мен біліп тұрмын сен екеніңді, сол бандиттің несі. Чуть-чуть алыстау. Аха. Так, мынаның астын қарайық. Достар, мынаның астында мүмкін болып қалады. Сені былай тұрасың ба, кішкене чуть-чуть алыстау. Так, болды, бірінші контрабанда табылды спиртпен. Енді вы арестованы. Өкінішке орай. Почему дейді? Потому что кішкене переполнено дейді. Осыдан кейін барлығын не істеу керек. Мен әлде мен сейчас тексеріп тайын, содан кейін көреміз.
Так. Ага. Так, алдығы дөңгелектерінде ештеңе жоқ екен. Итак жарылып жатыр ма? Хорошо, бұл жарылып жатыр. Так. Көп алдыңғы дөңгелектерді қаттайды. Контрабанданы. Так, ештеңе жоқ. Опа. Мына қатық қойыпты. Қорықпайды. Да, мне жоқ па страх. Мәссаған, ё-майо, достар. Мынау деген по-большому кетіп тұрған жігіт қой. В общем, нормально ғой мына жер деген. Бол, жинап тастай бер смело. Анан деген нормально уақыт кетейін деп тұр кәм. Қазір мен енді ана нелерді апарып не істеп келейін. Попытка контрабанда дейді, пересечена. Надан бөлек мына жерге де толып қалатын болды ғой. Қараңыздар, қанша контрабанда со спиртом табылды мына жақтан. Енді анарды апарып тастап келу керек негізі. Да? Так, осыдан кейін әлі мылтық алу керек бізге. Жаңа ГФУ деген ұсталды. Мен түсіндім, не үшін ГФУ деп айтатын. Потому что ана көккен істесең, аналардың контрабанда нелері шығады. Эмблемалары мәшинасының. Бір жеріне эмблема қояма, бірдемесі бар ойдым. Так, ага. Необходимо, необходимо. Так, бізге қазір паспорт. 81. Так. Банка огурцов. Дәл өзі мынау. Так, 2. Бәрі дұрыс. В принципе, ешқандай не жоқ. Отчет о досмотре, опись грузов, правила въезда. Туризм. Дұрыс емес қой? Правила въезда сен туризм деп тұр ғой. Сен не тұр мына? Бочка огурцов. Нафига сенде бочка огурцов, сен бірақ туризммен келесің. Въезд запрещен. Почему? Себебі сен қалай туризм деп жазасына, бірақ өзің сауда жасауға баратсың ғой. Вернись обратно, бейбіт. Вернись, үйге бар. Туризм деп жазылмайды ол. Атайчы, давай. Тексерптен үшеуің тез-тез. Не, әлі маған нелеге бар керек. Ана үшеуін тапсырып келу керек. 3 ұсталған адамды. Так, давай, без проблем маған. Шаруа не жасамандар проблема. Так, фотон бір қарау жерек. Бұлдың өтірік қой. Қалай ағарып қарайып кеткен? Батяң емес па? Батяң паспортымен келіп тұрған сияқты, но что-то. Өтірік істеме. Не, маған прикол ұстап тұр ойдым, мыналар ғой. Байтыршы, қайсы. Что-то опасно мынау. Бет бір тексерейші, а? Мынау да соның бір немес емес пе екен, сол бандиттердің. Так, бұны бір тексеру керек, что-то бұл да опасный преступник. Или просто өткісі келіп тұрған біреу ма? Так, енді 4 цемент. Аха. 2, 3. Не бар екен басқа? Моющий. Так, енді тексерейік. 4 цемент, дұрыс. Моющие средства 2 дейді. Багаж 2. Отчет. Опись грузов тоже дұрыс емес. Демаласың ау қазір. Ага. Капотын ашықшы. Что там мынау опасненько алып тұр. Бірақ көрініп тұр, то что көзбен алып баратыр да, то что алып кеткісі келіп тұр, бірақ алып кете алмай тұр да, потому что дұрыс емес. Так, отказ. Басқа не бар бізде? Отчет о досмотре. Туризм дейді, мынау да дұрыс емес бар. Запрещено, еліңе қайт кеттен. Қайттан. Фотоң дұрыс емес, басқа біреудің есімен келгенсің. Давай. Уақыт жоқ, үшіншісін өткізтеймін мен. Әлі менде баратын жерлер бар, бауырым. Так что, давай домой.
Так. Бұл бізде таза жұмыстың машинасы ғой. Азамат Есеналиев дейді. Азимат деп тұр ғой мына жақта. Так. Так, бір зат дұрыс емес сенде. Так, енді посещение дейді ғой. Не үшін посещение? Интересно. Сравните правила въезда с документами водителя. Ага, документін тексеріп тұрмын. Так, мне республика, а Каристанға, Эркей қайда? Эркей. Эркей. Официальный штампы мне. Ну, дұрыс. Ага. Мына жерде бәрін қарауға болады екен ғой, достар. Короче. Еліңе қайт, бауырым, дұрыс емес. Документің дұрыстап келерсің. Хорошо? Так, принять. Ага. Документация, правила въезда, фото. Фотосы дұрыс емес пе екен? Ешін етпес жақсы. Главное, әйтеу қарайтына қарадым ғой өзіме керек. Так, мен аналарды апарып тастауым керек. Бірінші апарып тастайын, содан кейін да. Так, прежде чем... Вот как раз отдел полицияға баратын ғой, жүріңдер. Ебіттер. Сразу сояққа баратын ғой. Ё-моё, нечайно басқа зат басып жүрдім. Ё-моё, аман бол. В принципе, нормально жатты ғой анау да. Так, ешін етпес. Контравадын апарайын. Мен апарайын. Так, мынаны апарайын. Труба, ага. Так, все, кеттік жүріңдер. 4 минутта аяққа жетіп алайын. Еще екі адам, бір адам жүрді нечайно. Отдел полицияға барып ана екені апарып тастайын енді, хотя бы. Так, ехала, ішінде отырма екеуі. Так, енді... алдыңа қара шеше. Еркіп келетін ба не саған не? Так, отдел полицияға барайық. Бізде 3 минут бар екен. Так, жолдан шығыңдар. Так, былай тұрыңдар. Особо опасный преступниктерді алып келатырмын мен. Так, контрабанда это плохая идея дейді ғой. Көріңдер ма? Біліп тұрсыңдар ғой бәрін. 3 минутта апаруым керек. Апарсам нормально болады. Как раз апарамда дальше миссия орындап кетем ғой, түсіндіңдер ма? Екеуін апарып тастау керек сояққа. Бәрі попутка болды ғой маған қазір. Ола деме. Так, есікті ашыңдар. Что за угроза? Маған не болды? Жүгір. Маған мұлты жоқ па, жеги? Жігіттер, маған мұлты жоқ па? Так, қалай атсам, жақындап атсақ біздер. Мені ешкім қарап атқан жоқ, бейт, жақындап ақ. Маған қарап атқан жоқ, ешкім. Так, арттарынан. На, раз, пошел. Ой-ой-ой.
2, 3, минус. Раз, минус. 2. Раз, минус. Раз, минус. Раз. 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 О, кит. Ё, не укут. Так, граната көп болып кетті слишком. Ой, нормально атты да мені. Бір противник дейді, қайда ол? Бір противник қайда енді? Прикиньте, еще үлгеріп қалдым. Ойбай, чуть қалдым ғой. Все противники побеждены. Бәсе осылай шығар. Әйтпесе жаңа. Чуть қалдық қой. Енді мынаны алып қалыңдар ішіндегі адамдарды. Мына екеуі отыр, маяқта атыс болып жатыр. Как раз келіппін ғой менде. Так, передал всю контрабанду. Ну, қаяқта нет анау. Есік жауайық. Так, надо сөндіруге алма сиренаны. Что-то миым ашып кетті ғой. Так, мыналарды қаяққа апарамыз? Мыналарды аяққа апарамыз қазір. Отдел полицейдің ішінде болды ғой сол контрабандада. Так, бұл екеуін мен қаяққа апарам енді? А? Так, ага, неважно. Так, қаяққа апаруға болатын еді? Лесопилка. Трудовой лагерьге апарамын ғой, я. Трудовой лагерь. Есіме түсті трудовой лагерь екен. Все, трудовой лагерьге барып келейік. Не болды? Не қылады? Білмеймін, не қылаған. Біздер трудовой лагерьге қарай кеттік. Ё-майы, тіке жолына қарамайды ғой. Деп айтып қоясың ғой, короче, өзің. Так, отдел полициядан шықтық, енді достар біздіге тудоровой қарау керек. Кет жолдан. Ай, болды, нормально. Так, айтпақшы, достар, ұмытып кеткен жоқсыздар ма? Ой-ой-ой, засада, қайттан засада, бәле болды мыналардың бәрі. Оқ бар ма? Бар. Мынау кімдер мынау? Нормально атыс, бейби. Жақыннан да шал. Ой, есіп кетті ойден біреуді. Снайпер дейді. На. Қайсы атып тұрған? Бейби, мұнда келі. Вот это мощно. Не oldu? Есіктің бәрін сындырып тастады ма? Отырыңдар, жігіттер. Нормально, қорыққандар, мен тұрмын ғой қастарында. Мынақты атыс болып отыр, сендер не? Смело отырсыңдар. Так, битеміз. Қараңғы батайын деп отыр ойдың ба? Қараңғы батыма уже елі. Мынау не жарға тіреліп жатыр. Бәрекелді. Так, мынақты лақтырамыз оны. Вроде езіп атсың ғой деймін. Так, хорошо, мынау. Үшеуі кетті.
Астында біреу жатқан жоқ па әйтеуір. Болды, біздер жүрдік онда. Так, осы жерден солға. Ау, еще тұрып қалды, кешір енді. Еш етпейді, жолыңа бірне қыласың ғой. Так, достар. Біздерге қазір трудовой лагерьге кіріп шығып, одан кейін барып қалаға келу керек. Сонда ғана оңға, бейби. Аха, так, уаз берме. Күнмен жарысып кетті ме, күнмен. Бейбіт неге үйге келмейді? Ол да келмейді. Одан келмейді. Так, осылай. Аха. Жүрсе oldu мәші, жүрмей қалмасты қазір. Так, надан тіке жүрсек. Надан болырсақ. Надан бір бұрылыс, сосын развалины, сосын трудовой лагерь ғой. В принципе, осы жермен барған дұрысырақ. Осы жермен барамыз не болса да. Бір есік, екі есік. Уже екі есік жоқ. Мотель Каратқа қарай кетіп батым ғой мен. Так, болды. Мына екеу нормально ма? Не көрмеді бұл екеу қасқа? Бір рет атыстық, екі рет атыстық. Біз уже 30 адам өтіппіз ғой, прикиньте, неқта. Бұрылмандар тек. Развалины деген осы ма? Кілең сынып атқан үйлер жоқ қой. О, бәрекелді. Так. Трудовой лагерь қаяқта входы. Міне жерде. Басып көреміз ол сразу. Да, передал, нормально. Отлично, новые пары рабочих рук дейді. Қаяқта жұмыс жасап отыр бәрі? Мында ма ол жігіттер? Айда. Молодцы. Жұмыстарын жасасын енді. Так, енді біздер ішке барамыз. Туф. Арабиян ғой, Арабиян дрифт. Жүріндер, енді ішке қарай барайық. Так, развалины қайтып келдік. Мотель Карат, одан кейін постқа жетеміз. 1832 дейді ғой, мәс саған. Біздер уже $2000 жасап алдық. Біраз заттар сатып алсақ болады даже. Так, ерінбей барып, инструменты неге барып кетейік. Инструменты и Владаға кіріп шығайық. Потому что ояқта біраз зат сатады. Инструменты у Влада. Мылты қалайық. Басқаша бұ да. Атылатын кәдімгі. Пистолет емес уже. Бұрылдап ататын біреу керек, бірдеме керек. Есіме уже сақтап алдым. Мына бұрылыстан кейін ой деймін. Магазин тұрады сразу қазір. Алды. Міне. Іште ешкім жоқ қой да. Болды. Бәсе, осылай шығыр. Неважно, гражданин. Так. Что есть у тебя? Но бар менде. На всякий брюнок пынч. Скальпельдің брюнок пынч. Так, дробовик. Ружье. Брох тима. О, ну нормальная сделка. Вот это нормальная. Ружье ғой мынау. Граната керек емес. Пистолет бар. Мынау керек па? 1300 дейді, керек емес. Ружье жетеді. Так, не керек бізге? Аны толтырып алайық.
Так, болды. Басқа? Отличная сделка дейді, что нормально. Пойдет. Біз кеттік, енді ішке қарай барайық. Керек заттарымызды алдық. 800-ге анан алдық қой. Кетші жолдан. Мәшінем түтек пиатр бар ғой уже. Ема ана жетіп жөндету керек. Жөндету уже қымбат шығады сияқты. Қараттың қасына өтеміз деп, по-любому, мотель. Манағы мәшінем бірақ базар жоқ өттік қой біздер. Тез жүрдік қой, білесіңдер ма? Ана мәшінемен, ана немен, Жигулимен. Фук, сразу ұшып көліп тұр қой, неге, мотельге. Тағы бір соғы болмай, тағы бір соқсақ уже че-то мен көліксіз жайы барады сияқтым ғой. Көлікті кәдімгі неме эвакуатормен алып келетін шығармыз. Сүйреп, үстіне мінгізе алмайсың оған қасқанды. Анара атты. Не көрмеді мынау деген. Осы жерде опасно мына жердің жолдарды. Орманмен жүруді, ана біздің қарсыластарымыздың бәрі осы жақта ғой. Поэтому чуть опасненько. Бірақ біздер қорқпаймыз, потому что біздер уже ружье алдық смело. Любого ғой. Фар жақ баппын ғой. Бәсе. Погранда не движу отыр. Так, жөндеу керек наны. Все, $50 екен, стабильный жөндеу. Не қызыл болып көрсетеді. Әрине, удалось решить, любой затты решить етеміз ғой. Так, енді кімге соғаламыз біз? Временно вызовите полицейских. $500. Нормально полицейским. Так, постпен управление жасау. Ага, на задание. Квартира дейді. Обновление $600. Склад. Так, керек емес. Тюрьма. Обновление $9. Вместимость 3 дейді. Сотрудники. Репин. Ага, новичок. Новик. Транспорт. Мына налог керек 1200-ге. Так, статистика, квартира дейді. Жататын жерімізді. Тюрьма. Осы тюрьманы үлкейтеміз бе? Так, тюрьманы үлкейттік. Көрекші не болған? Оп, бәрекелді. Енді қанша адам сияды екен аған? 2, 3, 4, 5, 6 адам сияды ғой, смело. Так, енді бір демалайық та барып. Бір ұйқыны көрсетейік та қалай ұйықтау керек екен. Қалай ұйқын тіреу керек екен, Тағы да ақша түспей ма? Жоқ, түспейді екен. Хорошо, бір демалайық онда. О, бәрекелді. Купленные предметы. Так, no. Нормально, бүгін жақсы қыштап та қойшы. 1200, 200. Мәссаған. Задолженность 517 дейді. Не, кімге төлеуім керек задолженность? Мен түспен, вообще түсінбедім, достар. Біреуге біз еще ақша төлеуіміз керек. Так, сегодня последний день дейді. Так, онда последний денег жұмысын. Так, бүгін нормальный жұмыс болып тұр, ағайын. Дам деген мешна. Разбитое окно. Кагастам. Хорошо, давайте здесь. На ол емес. Так, на ол емес точно. Дам деген мешна мынау емес. Разбитое окна жоқ. Республика Кагастан. Возможно, Республика Кагастан жоқ. Нормальный чувак сияқты. Трудовая книжка дейді. Срок действия, трудовая книжка дейді.
Мына нормально. Работа, срок действия өтіп кеткен. Так, хорошо. Так, екі. Ага, екі мыло, бір багаж, екі удобрение дейді. Удобрение қайда бейбіт? Багаж, алдыңғы багажында шығар, да? В принципе, бәрі нормально, бірақ өткізе алмайым, білесің ба неге? Потому что өткізе алмайым. Так, түрі ұқсай ма хотя бы? Да, ұқсайды. А что тогда смотрим? Так, а не ғой бізде еще. Трудовая книжка, да? Оны түсіндім, да? Трудовой книжкамен қалай жұмыс жасаймыз, сол ғой. Трудовой книжка деген көріп тұрған жоқпын вообще. Так. Инструменты, кабина, внешние элементы, шинный ящик. Так, трудовой книжка деген табайықшы. Хорошо. Қаяқ деп тұрды, мынау? Королевство еркей дұрыс қой, еркейдің белгісі ғой мынау. Так, бірақ өкінішке орай өткізе алмаймын мен. Неге? Потому что дұрыс емес, трудовой книжканың сроки действиясы. Так, келесі көлік, давай. Терезең сынбаған екен. Так, нормально, отказ. Вас повысили. Владу, чтобы он приехал с инструментами, дейді. Мені повысили, жіктер. Кагаз там. Так, опа, келді. Мен настроение нормально ұлты әкел. Альбарак дейді о, саған националист оғаяқ. Так, күнне 3 адам, 4 адам өткіз алады сияқты. Мен тек трудовой книжкасы қайсы. Адель Фадель. Журналист. Работа дейді, хорошо. 11 июнь. Вот, соответствие, нормально. Груздан 4 багаж, удобрение дейді. Көрейік там. Қайда тұр екен? Так, не бар? 4 багаж, 1 удобрение. Хорошо, барлығы нормально, в принципе, альбарак. Енді мен альбаракты қарап жүрейінші, мемлекеттен. Ой-ой-ой, назад. Аха, дұрыс барлығы, мынау бар. Журналист, работа. В принципе, барлығы келіп тұр. Груз барлығы дұрыс. Деген түрін қарау жүрек. Фадель, бір қарау жүр. Так, в принципе, барлығы опись грузов дұрыс. Сізге ешқандай проблем жоқ, не? Осетіп келу керек қой, проблемсіз. Так, ол разрешен, смело кіреді да, уже. Без проблем, да? Без никаких проблем. Так, достар, осы жерден видеоны бітірсек болатын сияқты. Достар, егерде сіздерге менің жасап жатқан видеоларым ұнап жатырса, онда міндетті түрде лайк бас, комментарий қалдырып, арнаға жазуды ұмытпаңыздар, колокольчикті басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер, келесі жүздескенше. Давайте.